Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге рогалики дайындап көрсететін боламын. Дәмі өте дәмді, жұмсақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: електен өткізілген ұн, бөлме температурасына ерітілген сары май, сүтіміз, қант, жұмыртқа, ашытқы және тұз қажет болады. Бізге ең әуелі жылы сүт қажет болады. Жылы сүттің үстінен тұз және де қантымызды салып, бір дана жұмыртқамызды салып, бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң үстінен ерітілген сары майымызды саламыз. Оның үстіне ашытқы, яғни дрожжымызды салып болған соң тағы да бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Барлығының мөлшерін описаниеге төменге жазып қалдыратын боламын. Сол рецепт бойынша жасасаңыздар, өте жақсы шығатын болады. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Енді иленген қамырымызды 1 немесе 1,5 сағатқа бетін жауып, көтерілгенін күтетін боламыз. Міне бізде қамырымыз дайын, осылай болып көтеріліп шықты. Көтерілген қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Бетін жауып, кішкене 5 минутқа қалдырамын. Және де осы қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қамырды достар, мүмкіндігінше жұқалау етіп жайып шықсаңыздар, рогаликилеріңіз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жайып болған қамырымызды 16 бөлікке бөліп шығатын боламын. Пышақтың көмегімен осылай кесіп бөле бересіздер. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай ішіне начинкасына, яғни салмасына өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Сгущенка, варенка немесе творог қосып жасасаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай орап, формасын шығара бересіздер. Менің қыздарым шоколад қосылған түрін жақсы көреді, сол үшін шоколадпен дайындайтын боламын. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай формамызға орналастырып аламыз. Барлық рогаликиді міндетті түрде осы аралықта пешімізді қыздыруды ұмытпаңыздар. 180 градуста 20 немесе 25 минутта пешіңіздің ыңғайына қарай пісіп шығады. Астын майлап алыңыздар. Егер де пергамент қағаз болса, майлаудың қажеті жоқ. Сосын осылай жұмыртқаны бетіне жағып шығатын боласыздар. Осымен біздің рогаликилеріміз міне пісіп шықты, дайын. Бетін, яғни түрліше етіп әсемдеуге болады. Мен үйдегі осылай қалып кеткен заттарды, яғни тастамауға әрекет жасаймын. Осындай кезде бізге керек болады. Осымен бізде рогаликилеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.